Міне енді анада арзан сатылып жатыр екен, мына қызда арзан сатылып жатыр екен деген ханым қыздар мына жерде парықта баласыздар. Біздің ZXY-дың мен өндірушісі, бүкіл дүние базарының жауаптысымын. Мен қалай баға бекіттім, сол бағада сатылады. Ешкім базар бағасын былықтырмайды. Енді біздің міне ZXY мына жерде бірдеме деп өзінің маркасын қойып алады. Өйткені біздің марканың ZXY деп өтірігін сататын болса, заңдық жауапкершілік қалайды ғой, оны біледі. Сау саламат тұрдыңыздар ма? Біздің ардақты ағайындар, аяулы көрермендер, алдарыңызда болыспай бақталып. Енді елге келіп еңбек еткен егейлер деген тақырыппен біз желіде сұхбаттық хабар түсіріп жатқанымызды өздеріңіз жақсы білесіздер. Елге келіп еңбек еткен әр саланың жетекші мамандары, мықты кәсіпкерлер болсын, әр саланың мықты мамандарыменен біз желіде сұхбаттық хабар түсіріп жатырмыз. Бұндағы мақсатымыз келешек ұрпақты еңбек сүйгіштікке баулау. Енді бүгінгі тілімізге тиек болатын әрине қонағымыз, ол Атила бабасының атымен аталып жүрген мына сауда шебін талқандап жүрген мықты қарындасымыз. Қандай бренд жаратып базарды жаулады? Қандай ақша тауып қоғамға үлес қосты? Әрине, бұны білгілеріңіз келсе, сұхбатымыз соңына шейін көріңіздер. Бүгінгі біздің қонағымыз Атила Қасымқызы, мықты кәсіпкер, әсіресе осы әрлеу саласындағы, ажарландыру саласындағы мықты кәсіпкер. Ендеше ішкерлей танысайық өзімен және кәсібімен. Ал Атила ханым, қош келдіңіз біздің студияға, Жолашар ақпарат орталығының. Өзіңізбен енді Қытай қазақтары үшін сізді өте жақсы біледі, әсіресе кәсіпкерлік саласында. Енді қазақ еліндегі бір бөлім оқырмандарға, біздің көрермендерге кішкене бейтаныс болуы да мүмкін. Сіз енді осы салаға дендеп, енді келіп базар ашып жатсыз. Өзіңізді таныстыра кетіңізші, сауда жолыңызбенен осы қазірге шейін жеткен табысыңызды. Жақсы, сәлеметсіздер. Атым Атила Қасымқызы. Үрімжіде тұрамын. Одан кейін осы Джунгодағы ең дамыған өндіріс кәсіпорын қаласы Гуанчжоуда да тұрамын. Ол жерде негізі көптеген зауаттармен селбестік орнатам, жарнагар ретінде. Енді өзім бұрынғы қызмет істеген, өкімет қызметін 10 жыл істегеннен кейін осы салаға өзімнің бір үлкен, енді қызмет істеген кезде бір мағашқа ғана сүйеніп қаламыз ғой. Айлыққа, жалаққа ғана сүйеніп қаламыз. Ол мен үшін айтқан кезде өте бір аз ақша өзімді бір түрлі неме қылған құсап кетті да, өзімнің қабілетіме тиісті айлық аламайтын сияқты құсап. Сай келмеген секілді дейсіз ғой. Сай келмегендей бір кіріс кіргізіп жатқан құсап кеттім да. Содан кейін осы қызметтен ваз кешіп, өзімнің бірінші маркам Арука деген марканы тіктеп, сымбат киімнен бастадым 2017 жылы. Ол кезде енді интернет біз жақта жаңадан жақсы басталып жатқан. Ең бір қызу шегіне қарай кетіп бара жатқан кез ғой. Сол кезде мен бірінші болып, сол өзімнің негізі қазақ маркалардың ішінде, бұрынғы енді басқа ұлттардың маркасын көп істейтінбізді. Соның кейін ол кезде маған бір ой туды да, осы қазақ маркасында бір марка жарасам деп, сол Арука деген марканы бастап, сол дамыған қала Гуанчжоуға барып, сол маркамды тіктедім. Одан бері қарата жақсы жұмыстарды істеп, сол зауаттарға тапқан ақшаларымды, мәселенге зауаттарға мынандай қаржы ретінде қосу арқылы көптеген осы Шинжаңдағы 10-16 маркаға зат жасап бердім, зат өндіріп бердім. Сол зауыт, жаңағы өзіңіз қаржы қосқан зауаттан шығарып беремін. Әртүрлі маркамен, тапсырыс бойынша. Әртүрлі маркаға осындай зат жасап берем. Олар қатты жақсы дамыды. Олар дамыған сайын мен шабыт алдым. Енді көптері енді бұрыннан басқадай маркалар істеп жүргенде жақсы дамый алмай қалған, бірақ қабілеті өте күшті, қосыны күшті, сондай мықты қыздарымыз мені іздеп келіп маған зат жасатқаннан кейін мен өз маркасында, яғни серіктестігіміздің өзінде көптеген маркалар бар. Арука жібек жол халықаралық серіктестігі деп. Осы серіктестіктің атында көптеген маркаларды мен сол анау елдің осындай бір маркаға санасы оянбай жатқан заманда 2017 жылы көптеген марканы жусығып тастағам. Тізімге алдырып сағам. Қазір енді көп маркаларды, қазақтың атындағы көптеген маркалар тізімге алдырғанмен өтпейді, өйткені осы кезде адамдардың миы бірақ дамып кетті да, өз алдына жұмыс жасағанға қатты өте күшті болып кетті. Енді негізі біздің осы ұлттықтардың маркасын негізі басқа ұлттарда бүйтіп жосығып алатын, тізімге алдырып алатын. Өте көп соған түспейтін болып кетті. Мен сол уақытта миым істеп сондай. Қанша марка тіркетіп тастадыңыз? Негізі жаңа мынау 16 марка. Жақсы, 16 марканы тіркетіп тастаған екенсіз ғой. 16 марканы бірақ тіркетіп тастадым. Көбі түсті. Ол кезде көп адамдар анандай бір марка тіктеу, осы марка арқылы жұмыс жасау, марка арқылы даму деген кезге көп санасы негізі жетпейтін кез болатын, шыны керек. Сол кезде өзімнің бір өте мықты бір мұғалімдардан оқыдым, енді күніне
миллиард пұл тауып тұрған десем болады. Сондай үлкен карханашылардан барып білім алдым. Біз жақын ана жақтың ақшасымен айтқан кезде 80 мың юан ғой ол кезде. Сол қаржыны қосып тұрып сондай білім алып, сол уақытта мына 10 жылдық, алдағы 10 жылымды көре алдым десем болады енді. Алдағы 10 жылда не істеймін деген жоспарымды құрдым. Мен болашақта тіпті де көптеген қазақ жастарына осы маркамды дамытқызуым керек, анандай кәсіп жолын ашып беруім керек деген сияқты идеялармен сол марканы сол жерде тізімге алдырып тастаған, бәрі түскен. Әзірге шегім сол 16 маркам 16 қыздың қолында жұмыс жасап жатыр. Барлықтары жақсы кіріс кіргізіп жатыр. Мәселенге ауылдан кеп қалаға көшіп келіп үй алып алған, астына мықты Audi, Baumar сияқты әйгілі маркалардағы машиналарды алып алған қыздарым өте көп. Менімен ілесіп сол өздерінің маркасында жұмыс жасатып отырғаннан кейін. Енді бір жерде біз зауаттың орында тұрып жұмыс жасағаннан кейін көп пайда көріп алмаймын. Мәселенге бір марканың өзінде мынандай әртүрлі өнім шығады, кейбіреуінен 20-да 30 түрлі өнім шығып кетеді. Біз бір-екі ғана пайда көреміз. Зауаттың өзінде тұрғаннан аз пайда көп шығарамыз. Соған 16 марканы есептейтін болсақ, бір марканың өзінде онда 20 өнім шығып кетеді. 16 маркада қанша болып кетеді. Осындай дәрежеде енді бір-бірлеп ақырын дамыдық. Енді барлық нәрсені өзіміз бастық бұл жолдарды енді. Соған көптеген адамдар өстіп пайда тапқан сайын, ақша тапқан сайын маған көптеген шабыттар болды, үлкен шабыттар болды. Енді биылға келген уақытта енді біздің негізі Гуанчжоуда сол көптеген сол біздің мына жеңіл өнеркәсіп өте қатты дамып кеткен ғой. Шетелден де келіп біздің зауаттарға келіп бүйтіп марка жасатып өнім өндіретіндер өте көп қой. Гуанчжоуда өздеріңіз білесіздер, өте дамыған қала. Енді осы жердегі көптеген зауаттар менің негізгі қабілетімді біледі. Олардағы енді зауат ашып тұрғандардың көбі қазақ емес қой, білесіздер, енді Хансу жолдастар. Бірақ солардың көбі менің мына қабілетімді өте қатты мойындайды да, мына бір жұмысты өте шегіне жеткізіп істейді, одан табан істейді деп. Содан осы 8-ші айға келген уақытта маған осы ZXY деген осы марканың зауаты Гуанчжоу Южанхуа Жампин Йошен Гонсы деген. Осының лаузымысы осыдан бір 7-ші айдың ішінде салып жіберді да, мынаның бір сынақ нұсқасын салып жіберді. Мынау менің 5 жыл уақыт қан терімді төгіп зерттеген бір өнімім. Бұны екінің бірі ана басқа зауаттар өндіре алмайды. Мен 5 жыл өзім зерттедім, өз зауаттың құрушысы ғой. Өзім зерттедім, осы зауатты құрғаннан бері қарай негізі көптеген осындай мына клетке жаңарту өнімдері деп оған қатты қызығады да, көптеген өнімдерді шығарған кезде көптеген маркаларға шығарып берген, олардың барлығы халықарада өте қатты сұранысқа ие болған. Тіпті өте қымбат бағада сатылады да бұл зауаттың өндірген өнімдері. Соған осы өнімді маған салып жібергеннен кейін, егер сен немене қылатын болсаң, сен маған осыған қаржы қосасың деді да. Мен зауаттың саған екеуміз тең осы зауатты құрған дәрежеде жұмыс жасаймыз. Тең дәрежеде жарнагер болып жұмыс жасайсың. Бірақ базарын аш деді ғой мынаны сатып. Базарын мен бүкіл мемлекеттің базарын саған берем деді, сенің қолыңа берем. Сен көңіліңнен өссе, мынаны сынақ қылып көр деп сөйтті. Сөйтіп салып жіберді. Мақұл, мен істетіп көрем дедім. Егер мен болашағы бар болса, мен кірісем дедім. Қаржымды да қосам дедім. 1 миллион юан ғой ол кезде. Нақтылы басқа қосатын қаржысы 1 миллион юан. Осы 1 миллион юанды сен маған қосасың деді да, бұл өнімді біз шығарамыз деді. Бұны ашту арқылы жасайды екен. Маған жасаған. Құрамы не екен сонда бұның? Нақтылы құрамы ол ана енді бұлай құпиялау болуы мүмкін, бірақ қаралақат дейміз, тіпті де көп осындай жейтін шөптер, азықтық шөп, одан кейін мына жұңи дәріліктер мәселеге ролы бар. Жұңғоша шөп дәрілер ғой негізі. Көбі сондай жұңғоша шөп дәрілерді мындай әкеп бір-біріне араластырып бүйтіп жасап жатқан неменесін идеосын маған жолдап етті да. Жолдап еткеннен кейін мен қатты қызықтым. Қазір елдің бәрі химиялық дүниеден қорқады, қашады. Химиялық дүниені бетке істетпейді тіпті. Бүгінгі күні жақсы немене қылса, ертесі күні бізге бетімізге тәсір болады деп қорқады. Соған мен қатты қызықтым. Болды, салып ет дедім. Салып етті, мен 3 күн істеттім. 3 күн істеттім. Одан кейін жеп көрсең де болады деді. Мына өте табиғи деді, жеп көрдім. Содан мен көңілімнен қатты өтті. Одан кейін бұның мен бір ғана жарнаманы бір жақ бетіме жағып қане, бір ғана жарнаманы тастап едім. Мына неменеге
дуин ғой біздің жақта, ол жақтың тиктокпен ұқсас. Бұған қатты ағым берді, люлям берді ғой, өте қатты люлям берді. Торағының көп берген екен ғой, торағымын өте қатты берді. Жақсы таратқан екен де, мына әлеуметтік желіде. Жақсы таратып берді. Содан кейін мен мына ойладым да, мынадан мен көре алдым. Өйткені мынада микро деп тұр да, микро ажарландыру деген, әзір елдің бәрі макро ажарландырумен кетіп қалды. Біз 10 жылдың алдында мен макро ажарландыру, енді 10 жылдан кейін мынау қатты ағады деген кезде біз көп адамдар сенген жоқ. Мына 10 жылдық базар дегенде сенген жоқ. Анау өкіл құятын, бетке операция қылатын, қас-қабақ операциясын қылатындар 10 жылдың алдында бірінші рет осы микро ажарландыру сияқты макро ажарландыру болып, осы дүние базарына келген уақытта орайды ұстағандар байып кетті. Мынау әзірге деген андай мейруньяндарды ашып деген сияқты салондарды ашып бүйтіп елдің қас кірпігін көтеріп неше түмендерді алып, ол кездерде адеп бастанда тіпті де қымбат болды да бұл немелер саладар. Соған көптеген адамдар енді 10 жыл сол кәсіптен пұл тапты, макро ажарландырудан енді пұл тапты, әрі ол бір үлкен бір ақ базар болды 10 жылдың алдында. Енді біз 10 жылдан кейін қайтып отыр дегенде адамдар әзір макро ажарландырып, кестіріп, пышақ, өкіл дегендерден қашып қайтып отыр, микро ажарландыратын, табиғи түрде жасаратын, табиғи түрде мынау құрбыларынан жас көрінетін осындай өнімді іздеп жатыр. Енді бұны зерттеуші ана зауыттың бастығы өте мейістейді. Осы саланың маманы ғой, осы саланың маманы, осы мына әйелдердің жасару дегенге өте ұзақ уақыт жұмыс жасайды, зерттейді. Солған маған айтты да, бұл 10 жылдық ақ базар деді да. Әзір тіпті де көп адам осы микро ажарландыру. Дәл осыған келді ғой әзіргі базар. Енді жаңа егенде сіз айтпақшы, операция жасап, қидыратын, деген секілді, енді ол кішкене қалып бара жатыр ма? Кішкене енді ол жақтан әзір адамдардың бәрі табиғи не қылсам, жасарсам болмағанда, тым болмағанда құрбыларымнан 5 жылдан кейін 5 жас, 10 жас көрінсем деген сияқты бір идея сана туып барады. Енді бұдан кейін тіпті де көп адамдарға сондай туады. Соған біздің мынау микро ажарландыру. Бұл дәл келіп отыр екен де, сол дәл әзір үзіліске онда, соған мен осының ақ базар екенін, 10 жылдық бір жақсы базар екенін мен ұстай алдым да, көре алдым. Көре алғаннан кейін 1 миллион қаржыны ұрып беріп, ана зауытқа бүкіл дүние базарының немесін бересің дедім. Ал басқа маркаларға да бүйтіп, мынау ашытқан түрі ғой. Ашытпайтын жасайтын түрлері бар да. Оны мен алысқан жоқпын. Дәл ашытып отырып, дәл осы қып жасаған мынау микро ажарландыру маскасының негізі бүкіл дүние базар маған бересің, басқа маркаларға бүйтіп зат жасап беруге болмайды дедім. Өйткені біздің осы Үйерін Қажампин Йошен Гонсының серіктік қой. Осы зауыттың тапқырлығы бұл. Ел дорайым десе, бұның құпия ресейі бар, дорай алмайды. Ұқсат жасай алмайды сол. Химиялық құрамменен түрін өзгерту мүмкін. Мәселенге түс өзгерткіштер бар ғой. Түс өзгерткішпен мынау біз әзірге дорап жатыр, көптеген маркаларда күштеп қызартып. Ол адам бетіне өте зиянды ғой. Мыналарды дәл осы қып отырып, дәл осындай ашыту арқылы, бүкілдей осы жүңей шөпдәрілерді ашыту арқылы жасай алатын зауыт жоқ. Бұған мен кепілдік бере аламын. Өйткені біреудің 5 жылдық тапқырлығын 1 айда, 2 айда сала салу үшін сөзсіз оған көптеген түрде мынаны түс өзгерткіш қосады, химиялық құрам қосады. Бұны менен ар жағындағы оның негіз ұқсамай тұр ғой. Негіз ұқсамайды, өйткені ол өзі зерттемеген. Елге дорап қана жасаған. Бір зауыттың өзі зерттеген өнімі тапқырлықты өнімменен біреудің дорап жасағаны әрине ол парықты болады. Әрине оның бар ғой, жасалу, мына сатылым бағасы, жасалу бағасы да парықты болады. Өйткені біреу қан терін төгіп отырып, мәселенге бір чампиннің мына сияқты өнімнің бағасы қалай келеді дегенде, бұның өндіріс күш қуаты кетеді. Бұған адамның өндіріс күш қуаты, зерттеу өндіріс барлық өндіріске жатады ғой. Осы зерттеу уақыты, бұған кеткен күш қуат, одан кейін тауардың өзінің чыңбынысы деп қояды ғой, өзінің жасалу құны. Осы құндардың барлығы қосылғаннан кейін бар, бұл тауардың құны шығады ғой. Біреу түктен түк жоққа бұған бір албаты баға қосып қоймайды. Ал жаңа химиялық құрамдармен күштеп, аз уақыт қана зерттеп басқаға дорап жасай салғандар арзан болуы мүмкін, бірақ бұл арзан шықпайды. Одан кейін сатылымы 11.800 теңге бұл жерде тұрақты сатылады. Ана сол бір құтысының ғой, қанша уақыт істетуге болады? Мысалы, күніге бір уақыт жаға ма соны? Мынаны бір уақыт істету жолын айта кетіңізші енді. Күніге бір рет жағуға болмайды. Мынау өйткені бар ғой, жүңей шөпдәрілер. Жүңгоша шөпдәрілерден жасалған. Жасартатын өнім. Жағып сыртынан. Біз енді Коңшау чампин дейміз, негізі ролл өнім. Беттерсіне ана жағып қойсақ қане болды, су қане тоқтап қойды емес, бұл тәсір береді да бетке. Тәсір беретін өнім болғаннан кейін. Беттердің жасарты бар клеткаларды жандандырып, тірілту мүмкін. Сол барыста бұл адамның бетінде бүкілдей рол ойнайды да. Соған бұл
құрам мынандай мына нақ жуңи чөбдарлерден жасалған шаш сабынды біз басымыз жуатын болсақ құрғақ келеді ғой шашымызға. Енді химиялық құрамда бүйтіп судырататындар қосатын болсақ, ол судырайды. Құды сол сияқты бұны бір күнде бір істететін болсақ құрғақ кеп кетеді бетімізге. Қанша уақытта бір істетеді? 3 күнде бір істетеміз. 3 күнде бір рет жағады. 3 күнде бір рет. Қанша уақыт тұрып жуып тастайсыз соның? Бетті жуып болғаннан кейін мынандай спрей деп қоясыздар ғой сіздерде. Мынандай бүркетін суларды бүркіп беру керек. Мына өзінің ZX-Fighting өзінің бүркпе суы міне бүйтіп жақсырақтап бүркіп бергеннен кейін барып мынаны бүйтіп жоғарыда төменнен жоғары қарай көтеріп жағамыз. Өйткені адамның беті неге салбырайды деген кезде мына жер шарының тартылыс күші болады ғой. Тартылыс күшіне қарай әр күні біздің бүкіл денемізде босау болады, төмен қарай салбырау пайда болады да, бетіміз қаншалық босап төмен қарай салбыраған сайын кәрі көрініп кетеміз басқалардан. Сол үшін бұны жаңағы қартаюға қарсы тұру керек та. Күнделік сол біздің жер шарының тартылыс күші арқылы салбырап бара жатқан қарсы бағытта бүйтіп көтеріп тұру керек. Сонда барып басқалардың жас көрінеміз. Соған мынаны жаққан уақытта мына төменнен жоғары қарай бүйтіп жағып береміз. Жаққаннан кейін бір жарым сағатқа барған уақытта бетіміз тыртысып жоғары қарай бүйтіп көтеріледі. Рәсми түрде жоғары қарай бетіміз жүреді. Жүргеннен кейін жарым сағаттан кейін мынандай ең алдымен мынаны бүйтіп жыртып алуға болмайды, бетті сулап отырып бүйтіп сүртіп, содан кейін жуып тастаймыз кәдімгідей. Содан жарым сағат тұру керек болды сонда? Жарым сағат тұрады. Содан кейін мына суларымызды шашып, мынаудай бүкіл бет қорғайтын өнімдеріміз арқылы бетімізді қорғап жатамыз, ұйықтаймыз, бітті деген сөз. Сол үшін бұл енді әрқандай бетке келе береді ғой бұл, келе береді. Сезімтал беттерге оның бетіне мынау жастық шақ бөрткен әртүрлі безеу бөрткендер шығып жүр, соларға да жаңа септігі бар ма оның? Жаңа бетіне қотыр безеулер түсетін адамдар бар деген секілді, таңалақ түсетін адамдар. Енді мынаның құрамында бар ғой жуңи чөбдер болғаннан кейін енді сол сияқтыларға өте жесулен деп қоямыз, көп химиялық құрамнан уланған бет дейміз. Одан кейін қараладақ қаптап алған бет дейміз. Енді ондай адамдар істететін болса күннен күнге өзі тұнып ағарғанын өзі біледі. Күннен күнге қарады. Одан кейін біз бұны жарым айда бір бетімізге ғана істететін болсақ, бір бетіміз кәдімгідей көтерілген, мына жақтарымыз салбыраған, мына жағымыз кәдімгідей сондай парықты болады. Микро түрде, өте көп айқын парық емес, бірақ та микро түрде аз-аздан істеткен сайын өнімін көретін сондай өнім. Бұл енді бұл бағасы қымбат болмағаннан кейін кәдімгідей мынандай өнімдер жайшылықтағы өнімдерді аламыз ғой. Сол үшін көптеген адамның талғамы осы болып бара жатыр. Неге дегенде бұл енді бағасы лайықты, үйімізде тұрып әйтеу басқа өнімді жақсақта жағамыз, бірақ өнім көретін өнім жағайық деп осыған қарай қатты ауысып барады. Мынаны біз бір айда 1 миллион тал сатып шығарғанбыз 8-ші кезде. 8-ші алғашқыға қалған кезде. Алғашқыға келген кезде. Оның кейінгі сауда қалай болды? Одан кейін де өте күшті. Әзірге шегім тоқтап тұрған жоқ. Bir қаридар мәселенге бір құмыра алатын болса, және 2 құмыра алғысы келеді. Одан кейін мынандай қызыл маска шығып деп басқаларға таныстырады. Енді біздің жақтағы адамдар қайтеді дегенде, мынау біздің Жұңғодағы адамдардың миы қатты өткір да, мына жалғаны шықса да бұған алданбайды. Өйткені бұл марка, мына маркасына қарайды да. Мына маркасына ZX-Fight деп тұр ма? Болды. Бұл осы заводтікі. Одан кейін мына жердегі завод арт жағында, мына жерге заводтың немесіне қарайды, міне Гуанчжоу, Ежун, Хуажанпин, Йошен. Аты мен адресіне барлығына қарай салады дейсіз ғой. Мына серіктіктің аты және маркасына қарайды, мына жерде бүйтіп басылған осы маркасына қарайды. Ал енді сонда жаңа жақсы тез сатылып жатқан соң базарда өзі заңдылық қой, тез сатылған заттың бір жалғанын шығара қойғысы келіп тұрады да. Олар қай жағынан жалғанын шығарып алып жүр? Дәл мына қораптарына шегін мақсатып алған жағдай бар ма сонда? Былай ғой, мынау өте қит болып кетті ғой. Негізі бүкіл торапта ағым беріп кетті. Біздің Шпинхау деп қояды, Тойын деп қояды. Бұлардың барлығын ағым бергеннен кейін елдің бәрі бұл маска жаулап кеткен құсап, елдің бәрінің базарын, бүкіл өнімнің базарын осы алып кеткен құсап, ақиқаттан алып кетті. Бүкіл басқа маркаларда істеп жатқан қыздардың, басқа маркалардың ең мықты жоғарғы орында тұрған қыздар өздігінен іздеп келеді ғой. Мен іздеп келіп, мен мынаған ең жоғары дәрежесінде істеймін деп осындай болып кетті да. Соң кейін елдің барлығы бұл саудам алып кетті, менің қыздарымды алып кетті деп бұл маска деді да. Амал жоқ түрде, мәжбүри түрде басқа завод, біздің заводқа барады, өндіріп бермейді мынаны басқа маркада. Соның кейін басқа заводтан барып мынаның немесін шығарады. Оқсатпалы түрін шығарады, оқсатып шығарады ғой, дорайды, дорап шығарады. Содан кейін оның бағасы әртүрлі болып кетеді. Мынандай пиңдодаларда әртүрлі болып, міне көріңіз, міне мен бір марканы ғана салыстырып айтайын, бірақ әзірге шегім күніге бір марка туып жатыр, бұл жақтан енді бүйтіп оқсатып алып, бүйтіп өз маркасын шаптайсап әкеп жатқандар өте көп болып жатыр. Қорабы бәрі ұқсайды екен. Мынау мына жерде тұр, мынау біздің өнім деп тұрмыз, мынау елдердің міне көшіргені.
Енді қораптарына қарайтын болсақ, жобасының бәрі ұқсап тұр. Үлкен кішілігін бәрі ұқсайды екен. Ішінің қызылы ұқсап тұр. Бұл жерде бір не нәрсесі ұқсамай тұрғанда, мына жердегі маркасы ғана ұқсамайды. Біздікіне міне ZXY, мына жерде бірдеме деп өзінің маркасын қойып алады. Өйткені біздің марканың ZXY деп өтірігін сататын болса, заңдық жауапкершілік қалайды ғой, оны біледі. Содан кейін өзінің маркасын қойып қойған, бірақ қайтеді, ана халықты көзбояушылық қылу үшін өзінің маркасын мынау бізге бірақ ұқсатып тастаған ғой. Ұқсатып жобасын. Бір қараған парықтамай қалады да, қорабына қарады да, немеден ала салса, мысалы, тораптан мынау екен деп ала салады. Пиндода да арзан екен дейді. Кейбір кезде анада арзан сатып жатыр екен деп алданып ала салады, әмәлиятта барғаны бізге ұқсатпалы түрдегі басқа марка. Осындай болып жатқандар өте ауыр болып кетті. Соңғы мен бүгінгі сұхбатымның ең басты себебі, мақсаты сол енді. Осыны мен неметіп қойын деп. Енді осы жерде бір 10 шақты базарын ашқан. Қалай айыру туралы, жалғаны көбейіп сақтаныңдар деп кішкене мынау аларман көрермендерге соға бір дабыл қағып қоясыз ғой, иә? Сол үшін келдім, шыны керек. Әйтпесе мен сатылымнан алаңдап келген жоқпын. Осы да сатылым жетеді. Біздің бар ғой, мынау ашытып жасалады да бір жолда 3000 таларың жасалады. Оны бір жолда көп бүйтіп шығаруға келмейді. Соған бізде зат ауыр жетіспестіктер тудырып жатқан бұл. Сұраныспен бір теңгерілмей қалады, жарнама шығарып жүргенмен қандай алмай қаламыз дейсіз ғой. Сондықтан мен ойға сатылымға басымды қатырмаймын. Әзірдің өзінде де айына бірталай түмен қал біздің серіктің зауатымыздан шығып сатылып жатыр. Соған мен енді сатылым үшін бас қатырмаймын. Ал енді менің айтпақшы не дегенде бір зат алатын болсаңыз да шынайысын алса елдің ақшасы босқа кетпейді ғой мәселе. Бұл енді бір тапқырлық өнім болғаннан кейін бәрі өнімін көрсек, жалғанына орнып қалмасақ деп жатады. Енді біздің осы жақта қандай болады екен деп мына TikTokта көп адамдар ана жалған сатып, біреуі 8.000-ға сатып жатқан 8.000 теңге, біреуісі 10.000 теңгеге сатып жатқан, біреуі тіпті одан арзан сатып жатқан ахуалдар көп болып кеткеннен кейін мынау қаридар бірақ осы біздің ZXY-дың өнімі екен деп алады екен да, ана бағада беріп жатыр екен деп біздің қыздарымыздың миын аштады екен. Біздің мына ZXY-дың нақ осыны саудалап отырған қыздарымыз бар ғой. Осылардың миын ашты екен. Сендердікі 11.800 теңге. Сендердікі қымбат екен. Мына жақта арзан бар екен. Мына жақта арзаны бар екен. Мен содан алсам болады екен дейді. Әмәлиятта халықтың жүрегінде мынаң жалған шықты деп ойлаған жоқ та. Сол үшін мен енді алданып қалмасын деп осы неменені беріп отырмын сұхбатта міне. Қазақстан базарына кіргелі қанша уақыт болды әзір? Қазақстанға алдыңғайда кірді. Мен өзім кіргізіп немене қылдым. Сұраныс өте қатты. Өте жақсы. Алармандар осы жерде алармандар ана сатып отырған өздеріңіздің қосым бар ғой, группалар осы жерде. Группа бар. Бір 10 қызбен жұмыс жасап отырмын да. Енді ол осы жақтың базарын енді тіпті қатты ашу керек. Өйткені деген бұл жерде дегеннің енді миллиард базар бар. Оны мен сыртында бұл жерде сұлулыққа тіпті ерекше көңіл береді. Ондай жаңағы ерекше өнімі бар, сондай жақсы өнімдерге ол ешқандай да қиналмай алады. Міне енді анада арзан сатылып жатыр екен, мына қызда арзан сатылып жатыр екен деген ханым қыздар мына жерде парықтап аласыздар. Біздің ZXY-дың мен өндірушісі, бүкіл дүние базарының жауаптысымын. Мен қалай баға бекіттім, сол бағада сатылады. Ешкім базар бағасын былықтырмайды. Енді жалғанын албасаңыз, өз еркіңіз. Мен енді жалғанын алданып қалмау үшін мен қалай парықтайтыныңызды айтып кетемін. Біздің ZXY Қазақстан базарында шетелде 11.800 теңгеменен тұрақты сатылады. 11.800 теңгеге алдыңыз, оны жыңын алып алдыңыз. Осы ZXY-дың өзін алдыңыз. Бағасы жағынан, бағасы жағынан бір парықтайсыз, одан кейін мына маркасы жағынан. Мына сияқты жобасына қарамай қойыңыз. Бұны көшіріп алып жатыр. Реңінде де қарамай қойыңыз. Бәрін көшіріп алып жатыр. Сіз бірден бір парықтайтыңыз, мына ZXY деген марка. Мына 3 ақ әріп қой. Осы маркасына сөзсіз қарайсыз. Бұл марканы ешкім торай алмайды. Дәл осы маркасына сөзсіз қарайсыз, жобасына қарайсыз, ашылған түрі мынау. Бұл екінші парықтау әдісі. Біріншісі бағасы 11.800 теңге, екіншісі мынау маркасы. Үшіншісі деген уақытта көптеген адамдар мәселенге біреуді торағаннан кейін мынандай неменені докладтарды шығара алмайды. Біздің мынаудың өзінің нақтылы, міне сыртына қарайсыздар, міне жерде кәрілікке қарсы тұрады деп тұр. Міне жерге қарайтын болсаңыздар, сыртында міне кәрілікке қарсы тұрып беттерсін көтереді деген жазу айқын тұр. Бұны әдетте біздің енді Жоңғаның заңының өте күшті. Бұны албатты жаздырмайды. Албатты жаздырмайды. Сондай өнімі болмаса, бұл құмыраның сыртына жаздырмайды. Соған мына жерде жазуды тұр. Зерттеу документы болу керек, оның тәжірибеден өткен болу керек айтып жаздырмайды расында андай. Енді кейбіреулер мынандай документы жоқ өтірік жазып алады. Ол тексермеген өнім деп қоямыз. Оны біз сәңу чампион дейміз. Ештеме бауғаусы документы жоқ дейміз. Ал біздікінде міне көріп аласыздар, міне аты. Ананың атымен салыстырасын. Енді осы кезде өте дамып кетті ғой. Аудара саласыздар ғой, аудара саласыздар, автомат. Мынаның жазуымен міне жер жазуымен жазуы өте міне оп-ұқсас тұр. Одан кейін міне жерде міне Гуанчжоу Ерің Хуажанпен Йошен Гонсы деп тұр. Біз міне 6 айдың 7 түсіп болған біздің немеміз 8 жайдан бастап сатқанбыз. Түсіп болған доклады ғой. Доклад түскеннен кейін бастап өндіріледі ғой.
мына курамдар тууралуу баары зерттелип анын міне баары пайдалуу таңбасы міне қарайтын болсаңыздар міне өкіметтің тексерген документ таңбасы міне басуды тұр. Бұл бұл жаңағы үшінші немене парктап алу немелеріңізге алданып қалмаудың үшінші немесі. Одан кейін мына жерде мынандай документтарды міне көріңіздер, біз айқарақ отырып мынандай міне документтің ішіне жазып қойған міне. Мына терінің босауы дейді. Одан кейін мына әжімнің пайда болуының тосады деп отыр да. Алдын алып тосады деп отыр. Енді сіздің күніңге кәрте емес деп отыр да. Бұл өнімді істететін болсаңыз күніне адамдар күніге кәрте береді ғой. Барған сайын кәрте береді. Бірақ сіз бұны істесеңіз күніге кәрте емес деген мына документтің ішінде бұл жазылып тұр. Бұны біз өзіміз жазып алғанбыз. Растамалық құжаттар екен ғой. Растамалы. Бұл өнімнің ақиқи неменесі растамалық құжаттары. Міне көретін болсаңыздар, мынау біздің құмыра. Құмырасы десе екен, бірақ анау жуысып тастаған екен ғой. Құмырасынан тартып міне қарайсыз, міне жерде міне айтып тұр да, міне бет терісін шымырландырады деп тұр. Одан кейін кәрілікке қарсы тұрады деп тұр міне. Ажымның пайда болуын тосады деп тұр да. Міне барлығы міне жерде жазылып тұр. Бұны біз өтіріктен өтірік мынау кәртеуге қарсы тұрады, әне-міне деп сатып отырғанымыз жоқ. 10 жылдық ақбазар деп неге айтып отырмыз? Ақиқи мынау қабілеті бар өнім. Ақиқи мынандай документы түсіп болған, тексеру документы анықталып болған өнім міне. Барлығының міне жерде айпарадай жазылып тұр. Міне қаншалық дәрежедегі өнімі бар деген документтар мынаның барлығы менің алып алған документтарым міне. Соған сіз кейбір кезде біреу сізге өнім сатқан кезде анау қарлыққа қарсы тұрады, мынау қарлыққа қарсы тұрады десе, оның бәрін алдана берудің қажеті жоқ. Біз расталған документтар болу керек дейсіз ғой. Зерттелген, тәжірибеден өткен деген секілді болу керек қой әрине. Кәрілікке қарсы тұрады мемлекеттің рұқсат куәліктері болу керек оның барлығының. Кәрілікке қарсы тұрады деген жазуды бірінші сол өнімнің сыртына жазалу керек. Екінші документтің үстінде міне жазу керек міне. Мынау біздің таңба басқан документ. Осының үстінде міне жазуды тұр. Сондықтан бұл ақиқаттан жаңағы кәрілікке қарсы тұра алады. Одан кейін біздің міне мынау бір немене ғой, жаңа парктайтын 4 түрлі, мен анадан кетіп жатырмын ғой, 4 түрлі әдіс осы. 11.800 сіздердікі қымбат екен, біз анадан 8.000 аламыз, 6.000 аламыз теңгеге деп жүрген ханым қыздар, осы 4 түрлі әдіс арқылы парктайсыз. Сіз мейлі 11.800 болсын, сіз мейлі 200.000 болсын, сіз бір ақша қашладыңыз ба, оригиналын алыңыз. Өйткені өзіңізге аз да болсын пайдасы тиеді ғой. Жалғанын алып алғанша оригиналын алыңыз. Адамдардың бәрі сондай іздеп жатыр, оригиналын алу керек. Соған ханым қыздар міне еліктеп жасалған өнімдермен, жалған еліктеп жасалған өнімдермен біздің Зия Экспайдың өзінің тапқырлықты өнімінің парқын жаңа мен 4 түрлі жақтан айтып кеттім. Осы 4 түрлі жақтан сөзсіз парқтайсыздар. Одан кейін біз міне Зия Экспайда бүкіл өнімдерінің бәрі қайтып жатыр дегенде мына кәрілікке қарсы тұратын өнімдер болып жатыр да. Біздің енді 10 жылдық ақбазар деп жатырмыз. Тіпті де көп адамдардың күннен күнге бізді талдайды деп отырмыз. Біздің осы марканы талдайды деп отырмыз. Неге деген уақытта міне жерде де жазылып тұр міне. Теріні чымырландырады деп тұр да мына суда. Бұның бәрінің документі бар. Біздің сатып отырған қыздардан сұрасаңыздар болды. Бәрінің жаңағы мына сияқты документі бар. Біз өтірігісіне жазып алғанымыз жоқ. Мойындалған құжаттары үкімет жағынан зерттелген, жақсы. Сыртына рас жазғызбайды ол. Әсіресе Қытайда заң тіпті қатаң ғой, оның барлығына. Жалпы қанша түрлі болды осы жаңағы осы бір группада қанша болып жүреді сонда? 5 түрлі ме сонда мынау? Мынау әзірше бар ғой, бір түрлі, 2 түрлі, 3 түрлісін алып келдім. Енді тіпті де көп түрлі өнімдер шығып жатыр. Енді тағы да шығып жатыр. Бұл енді жаңағы сіздерге қанша желілес өнімдер шығып жатыр. Осы бір маркада әртүрлі. Қолда ашылып жасалған шаш сабыны бар, бәрі бар. Порошок деп қоймыз ғой. Мынаны айтатын болсақ, мынау міне 100 болып келеді. Мынау бұл 100-тің ішінде суы бар, женқуасы бар, меншаң деп қоямыз енді. Осылай бар. Майы ғой мынау, Майы. 300 бойынша жүреді. Енді бұда да бір әдеттегі өнім емес. Мына жерге жазатын болсақ, міне ен деген бұл құрамды әзір халықарада әртістер істетеді. Бұл құрамды ешбір енді көп косметиканың сыртынан іздеп көріңіз. Бұл жазылмайды. Бұл документ тіпті түспейді, шыны керек. Бұның құрамына мына ен деген құрам денайжа деген сөз. Денайжа. Осы құрамды көп дегендер бұл қымбат құрам болады. Бұның неменесінің материал ғой. Материалының бағасы қымбат болса, көп адамдар бұның ішіне қосқан уақытта мынаның өлшеміне жеткізіп қоспайды. Өлшеміне жеткізіп қоспағаннан кейін мына жазуға болмайды. Ал енді біз өлшемге жеткізіп қосалғаннан кейін мына жазуды жазалдық міне. Осындай дәрежеде бұл енді микро ажарландыру дегеннен кейін сол арнаулы түрде
картаюга каршы туратын өнүмдөр мынаның барлыгы енді. Бұл енді менің өнімдерімнен азырақ немене айтып қойдым. Әсіресе сауаттану білу керек, нақты қандай өнім көп айтып, осындай дүние көп өндіріп отырған. Бірақ оның өзінде ерекшелігі болу керек. Бәрібір шейін жаңағы бір қарасаң ажарландыру бұйымы деп ала салғанменен оның қазіргі кездегі әртүрлі шығып жатыр. Жаңағы картаюға қарсы тұру, ажымның алдын алу деген. Бұл наборға келген уақытта мен енді кейбір кезде өзім рахмет айтқым келді, шын айтқанда. Бұл былтырдары мен осының бүкіл дүние базарын алмай тұрған кезде осы Алматыда сатылған болуы мүмкін. Біздің ана жақтың ақшасымен есептеген кезде 1080 юанмен сатылған. 1080 юаныңыз мына жақтың теңгесімен бірталай болып кетеді ғой. 80 мың теңгедей болады екен. Бүкіл қалқарада сондай бағаменен сатылған. Шинжанда да сондаймен сатылған. Ал әзір бізде қайтып отыр. Әренге 400 юанмен сатылып отыр. Неге дегенде мен мынаның бүкіл қаржысын мен шығардым. Бүкіл өнімнің қаржысын мен шығардым. Мен айттым. Мен бұған өте үлкен баға қосуымның қажет жоқ. Мен сатылым арқылы, мына сан арқылы неғылам. Объемды көбейтіп, бағасын арзандатып жіберген екенсіз. Ел көп адам қол жетіп ала алу үшін, енді ол қымбат бір бөлім әртістер жаңа байлар алғанмен әдеттегі бұқаралы алмай қалса болмайды ғой. Сондықтан мен өзімде бір бұқара болып, содан бастап неғылған бір малшының қызы болғаннан кейін көп мен түсінем. Ана төменде отырған, жоғарыда отырған барлық адам тұрмысын түсінем. 1000 юанға үш құтысын ала алмайды. Сондай ала алмайды. Ол жаңа жарым бағасынан да төмен 40% дәрежеге түсіріп беру дейтін нәрсе үлкен жақсылық ол. Сол мына тұрмысында неметіп істеген кезде тұрмысында мына жоғары мына деңгейсі көтере алмайды деп ойлаймын да. Мына қалтасы көтере алмай қалса ала алмай қалады ғой көп адамдар. Кез келген адам ала алмай қалады. Әрбір әйел сұлу болғысы келеді, бір түрлі елден жас жүргісі келеді, құрбыларынан кәрі көрінгісі келмейді. Сол үшін әрбір әйелдің бір арманын орындау ғой менің шынын айтқан кезде мен сондай. Мына сөзіңіз өте жақсы екен. Әрбір әйелдің арманын орындау, соған жаңағы қолын жеткізу, өз армандаған дүниесіне деген. Осыны тоғызсеңіз болады, өте жақсы да. Жақсы сол, сондай енді өзім рахмет айтам шынын айтқан кезде. Бұл өнімдер арқылы қаншаламаған қыздар қарызынан құтылды. Мәселенге Шинжанда болғанда бірінші рет сатылған кезде 200 мың, 300 мың юанмен ақша тауып айына қарыздарынан құтылған адамдар да бар. Менің алдыма жылап келіп рахмет айтқан. Ал енді бұл өнімді істетіп, бұрын мынада Қазақстанда бір 1080 юанмен сатылған кезде мен ала алмаған едім деп қазір қырылып жойылып алып жатқан адамдар да бар. Мәселенге олардың барлығы біз үшін айтқан үлкен сауап қой, шын айтқан ақша деген ол арт жағында жасалған. Біреудің разылығын алу дейтін нәрсе. Разылығын алу деген не? Сол үшін мен енді бұл жұмысты өте әзір енді менде де өзім 2 жаста балам бар, тастап қойып бүкіл мемлекеттерге өсіп шығып өзім неметіп жасаймын. Өйткені бұл енді бүкілдей құқығы менің қолыма өтіп болғанда негізі басат құқығы. Ана зауыттың өзінің құқығы жүрмейді, бұны басқаларға сатуға, беруге деген сияқты бүкіл құқық менің қолымда болғаннан кейін жауапкершілікті сізге келіп тұр екен. Жауапкершілікте менде. Одан кейін бұл сөзсіз біз талдайтын өнім болып тұр да. Мәселенге біз халық талдамайтын, басқалар талдамайтын, тіпті бұдан кейінгі базар дамымайтын өнім болса, сіз қаншалық құлшынып кеткеніңізбен, қаншалық тырысып кеткеніңізбен одан нәтиже шығара алмайсыз. Бекер жүгіріс болады ғой. Бекер жүріс болады. Ал енді мынада біз айтып жатырмыз, құлшынған сайын еңбегіміз еселеніп көрініп жатыр. Еселеніп, тіпті 10 есе, 100 есе көрініп жатыр десем де болады енді. Бір кішкентай құлшынысымыздың өзін көрініп жатыр. Өйткені 10 жылдық ақ базар. Рәсми түрде бізді іздеп, мынаны өндіріп отқан, мынаның бас жауаптысы кім екен деп мені іздеп тұрып алып жатқан енді. Қаншаланбаған маркалар өндірдім, шын айтқанда 16 маркаға жұмыс жасадым. Өтірік айтпаймын. Солардың ішінен өстіп мені рәсми түрде іздеп, осыны Әтила Қасымқызы деген кім екен, осыны өндіріп отырған, осыны жарыққа шығарып отырған кім екен деп іздеп шапқылағандарын мен енді шындығын айтқанда көрген жоқпын. Әрқандай нәрсе өз жарнамасымен кетіп жатқан. Ал енді мен бұда ашыққа шықтым. Бұда ашыққа шыққан себебі не дегенде, осы Шинжанда бір Аршын бауырымыз бар, білесіздер ғой, сұхбат жасайды рәсімде. Осы Аршын бауыр маған көп айтты да, ылғи перде артында жұмыс жасайсың деді да. Көп жұмысты сен бітіріп бересің. Көп адамдарға марканы сен жүргізіп жатсың. Мейлі Қазақстанда болсын, мейлі Шинжанда болсын, көп маркалардан енді 16 марканы жүргізіп оңаймыз ба? Осындай маркаларды жүргізіп жатсың, бірақ ылғи перде артында жұмыс жасайсың. Өзіңнің қайсы марканы көрсеткің келмейді дейді ғой. Әлеуметтік желіге жарияламайсың. Мен бір сұхбат алып берейін деді да, өзі іздеп келіп сұхбат алып берді енді. Рахмет айтам енді осы жерде де Аршын бауырыма. Сондай келіп сұхбат алып бергеннен кейін бүкіл Қазақстандағы адамдар да танып кетті. Ана жақтағылар танып, мынандай қит болып жатқан осы масканы өндіріп отырған осы қыз екен деп.
телефондарым лыққа тошып қалды ғой, ана дойында дейсің, мынандай қақалып жатыр дейсіз ғой, сондай қалың телефон. осындай болып кетті. Енді бұдағы ықылас дейтін нәрсе басқаша болады, адамды жетектейді, тіпті жақсы құрметке, атаға абыройға ие болу дейтін, ол шамада мындай керемет жолмен жетіп отыру дейтін нәрсе өте керемет. Сол үшін әрине танымалдылық дейтін нәрсе жақсы, ол тіпті сізге жұмыс жасайды, ал сіз тіпті ары қарай жауапкершілігіңіз артады, оның енді керемет дүние шығарасыз деген секілді, әрине жақсы. Сол үшін Аршын бауырымыз әрине мықты жігіт, жақсы болған екен, сіз танытқаны, өзіңіз шығарғаны. Содан кейін енді мен енді бұдан кейін өстіп анда-мында әлеуметтік желіге өзімді шығарып, өзімнің осының жауапкер адам екенімді айтып қоймасам болмайтын дәрежеде болып тұр. Дұрыс екен, иә. Өйткені бұның жалғаны қаптап кетті да енді. Енді бұл көп нәрселерге мен ондай істеп жердім деп мақтанғым келіп бұл жерге келіп отырғам жоқпын. Ақиқаттан осы алған халық алданып қалмасын, осы дәл осы марканы талдасыншы деп осы сізге сұхбатқа келіп отырмын ғой. Одан кейін енді көптеген адамдарға енді қосқанымен мен жауап бере алмай жатырмын, бұл жерде жауап берем. Шинжаңның бүкіл аудан аймағы бірақ ашылып болды негізі, Назия Кісбайдың көптеген адамдар дүкен ашып алды. Арнаулы мақсус дүкенін ашып алды. Арнаулы сату дүкендерін ашқан екен ғой. Сату дүкенін ашып алды. Енді сату дүкенін ашып алған адамның саудасы тіпті өрт кетеді. Өйткені елдер қайтып ойлайды дегенде, мына тордан алғаннан жалған шығады, алданып қаламыз деп, ана жерде бір районда бірден осының арнаулы сату дүкені болса, өзінің районына біріншісі бұған кірақы төлеп жүрмейді. Өз үйіне жақын, өзі талдап барып көзімен көз кешіріп алады осы марканы. Соған қолайлы. Одан кейін жаңағы барлық адам мәселенге осы енді хит болып жатыр ғой, енді бәрінің талғамын айланып тұр ғой енді. Соған іздеп алуына, барлығына қолайлы болу үшін көп дүкендер ашты. Енді дүкендер ашқаннан кейін сол саудалары солай хит болып жатыр енді. Ана дүкеншілердің менде бар, осы 7-ші айда тоқырап қалған дүкенімнің саудасын осы мынау өнім жүргізіп кетті, мыңда-мың рахмет деп жылаған тәтелер бар. Құды сол сияқты енді көптеген біздің ханым қыздарымыздан болсын, енді көптеген кәсіпкерлердің барлығы жұмыс жасағанда енді тез пұл табатын жұмыс жасасақ деп ойлайды. Одан кейін болашағы бар болса дейді, қатты дамитын болса, халыққа тәсірі болса жақсы деп айтады. Соған енді менің ендігі идеям не дегенде, осы Қазақстанның әрбір районынан бір-бірден дүкен ашу. Тармақ дүкендерін ашу, осы марканың атында. Сол. Әзір қанша базар ашылып болды? Мысалы, Қазақстанда қазір Алматыда ғана сонда тікелей эфирменен генә сатып жатыр ма? Жоқ, арнаулы осының дүкендері бірнеше қалада бар ма? Осы бір айта кетейікші, біздің көбінде осы көретін неше жүз мың біздің осы Қазақстан ішінде көрермендеріміз көп көреді. Астанада, әсіресе біздің Шымкент, Тараз жақтан өте көп көреді. Өйткені біз мына солтүстікке көші-қон бағдарламасы, оңтүстіктен солтүстікке көші-қон бағдарламасымен көбірек жүргеннен кейін біздің әзір тұрақты көрермендеріміз бар. Біз не шығарсақ соны көріп отырған. Біз өйткені жалған дүниені шығармаймыз, жақсы дүниені бәрін көріп алып, соны эфирге шығарамыз. Біздің тұрақты қаридарларымыз, біздің тұрақты алармандарымыз, тұрақты көрермендеріміз бар. Сол үшін міне сұрақ енді бізге келуі мүмкін де, сіз таппай қалса. Ана ханыммен қалай хабарласамыз, ана ханымның затын қалай аламыз, қалай дүкен ашамыз, осының шарттарын сұрау мүмкін. Сол үшін осы жерде бір барлығына бір түсіндіре кетіңіз, қандай шарттары бар енді? Шарттары болған кезде біздің жақтың ақшасымен айтқан кезде 59 мың юанмен сол бас сату құқығын алады бір жерде. 4 миллион теңгенің айналасында екен ғой. Сондай аз енді, өте көп емес енді. Бір мынандай қит өнімнің бір сату құқығын алуға ол енді ештеме емес қой. Бірінші шарты сол. Одан кейін екінші шарты сөзсіз баға бұзбау керек. Сатқан кезде бір баға, тұрақты қаридар бір баға. Одан кейін жалғанын кіргізбеу керек. О жағында тоқтамдарымыз болады енді. О жағында тоқтамдар болады, оны алаңдамаса болады. Соған сол екінші шартымыз. Енді үшінші шартта ол жобалау, ішінің дүкеннің жобалауы біздің арнайы осы дүкеннің жобасы болады, оны өзіміз айтып береміз. Бір түспенен жобалану керек қой, әдемі бір. Біртұтас өзінің түсі бар, сол арқылы жобаланады. Енді бұл базар ақ базар. Миллиард халықтың ақ базары десем болады, Қазақстан базар. Өйткені бұл ашылған жоқ бұл базар. Енді ашайық деп жатырмыз да. Бір 10 қызым ғана TikTokта сатып отыр. Енді басқа дүкен ашқан ешкім жоқ. Біз кеше әдемнің 3-ші қабатты косметика сататын ғой. Осы жерден 30-ші дүкенді біз арнайы өзіміздің осы сирктің дүкені қып, сол жерде алдық. Енді безейміз, содан бастаймыз. Ал енді
бүкіл басқа жерлерде біз тарқатып береміз. Мәселен, қай жерде қандай дүкен ашылды, қай жерде қандай дүкен. Сізде де жариялап отырасың, мына жерде дүкен ашылды деп, әр ретке сол адамдарды сұхбатқа шақырып. Жақсы. Осы жерде склад тауар анау Қытайдан салды ма, осы жерде складтан таратыла ма? Складтан таратылады. Жақсы, мына Астанада болсын, жерде біздің осы салада істеп отырған біздің де алармандар бар. Бәрі енді құлақ қақса кейбіреулеріне арнаулы айтатын да болуымыз мүмкін де, бәріне осындай керемет сауданың орайы келді деп. Міне біз көріп те отырған болуы мүмкін. Бұйырса біраз адамның бағын ашып, біраз адамға ақша табуына орай сыйлайтын секілді ондай болған. 10 жылдық Ақбазар деп отырмын енді. Шынын айтқанда көп пайда тауып кетеді бұдан. Көп ақша таба алады енді бұйырса, сондай болады. Енді бұл жағынан енді бір адам даму үшін, бір адам саудасы жақсы болу үшін сөзсіз мына көз өткір болу керек қой, бір нәрсені танитын. Көреген болу керек қой. Мен мына өнімді маған осының неменесін салды, мен көзім жетті бұған. 10 жылда мен қанша пұл таба аламын деген емес, тіпті 10 жылда қанша адамдарды жұмысқа ала аламын, бүйтіп қолда шеңгелдей аламын дегенге көзім жетті ғой. Құды сол сияқты біз қаншаламаған адамдарды өзімізге қарата алған уақытта солардың қалтасындағы пұлды ала аламыз ғой. Сол үшін сөзсіз көзі заттану керек бірінші. Бұл марка оңай марка емес, жаңағыдегі бүкілдей мына 10 жылдық Ақбазар микрожарландыру болғаннан кейін. Жаңа төңкеріс әкелді дейсіз ғой, мынау бір осы жаңа төңкеріс саудаға. Сауданың бір төңкеріс, және әйелдердің сұлулығына бір төңкеріс әкелген екен. Бұрын жаңа өкіл құйдырып, пышақпен кестіріп, бірдеме жаңағы ажарланып әдемі болып жастықты сақтап жүрсе, бұдан кейін соның ролын, соның орнына шыққан дүние екенде сырттан маска арқылы ғана жасара беруге болады деп түсіндік енді. Сондай енді жерден енді дүкен ашам дегенде мен енді ең басты мақсатым не дегенде жаңағы жалған өнімді саудаламау үшін, жалғандарын алып қоймау үшін. Енді бұл жерде және де жалған өнім шығарып жатқандарға қатты рахмет айтам. Неге деген уақытта енді ел мені дораған сайын мен ұшады екенмін. Өйткені елдің бәрі мына жерде мен неге келіп отырмын дегенде, аны жалғаны қаптап кетті ғой, анау базарда бағасы ұқсамайтын қаптап кетті ғой деп оригиналы сенсің деп мені іздеп жатыр да, соған мен енді мың рахмет айтамын. Ана еліктеп жасай беріңіздер, мен ұша береді екенмін. Қайшылықсыз дамымайды ғой, қайшылық сөйткен сайын жақсы да. Сөйткен сайын бір марканы қара пиар жасап береді. Сондай екен енді, оған сіздерді боқтап отырған емес, бірақ енді халыққа айтарым, енді бір алғаннан кейін ақшаларыңызды қашалап, оригиналын алыңыздар деп қана ескертіп кетемін. Солай енді. Енді жерден дүкен ашам деген селбесушілер болып қалса, маған хабарласса болады. Біздің мынау Жолашар ақпарат орталығымен хабарласа берсеңіз де болады. Көбін біздің осы жаңағы WhatsApp-тар бар деген секілді WhatsApp номерімізді айта кетсек болады. 8-775-701-2906 деген номерге де қосылып, осы Атила ханым іздесеңіздер болады. Иә, болады, хабарласа берсе. Базарыңыздың кеңі ашылып, ары қарай осы жерден үлкен жаңағы сатылу түйіндері болып, осы жаққа бірақ жария болып кетуін тілейміз. Қандай жақсы сізге осындай жаңағы осыдан ақша тауып, осы өркендеп жатса, бәр қазаққа жетеді бұйырса. Жақсы. Одан кейін анандай маркамда әртүрлі адамда әртүрлі арман болады ғой, негізі. Барлығын қолдағым келеді енді. Өзімнің маркамда зат шығарып алсам, андай Гуанчжоуға барып істейін десем, бір түсетін, мен косметика саласымен 10 жыл осыны зерттедім ғой, енді осының маманы болып болдым десем болады. Енді кейбір жерге түсетін косметика бар, кейбір жерге түспейтін косметика бар. Өйткені құрамына байланысты да. Енді осындай жағдайлармен іздейтіндер болсам, өз маркасында зат жасап алдым деп іздесе бола береді. Оларға да зат жасап береміз. Зат жасап беруге болады. Сіздердің жаңағы серіктес заводтың өнімдерінен өздерінің маркасына зат шығарып беруге болады. Сонда арналып тұрды. Бірақ та бұны жасап бермейміз. Бұны емес, басқа өнімдерден жасап береміз. Басқа көп түрлі өнім бар. Одан кейін бұл заводтың өнімдері негізі өндірген өнімдері өте сапалы болады. Сапалы шығар. Енді ұзақ жыл сіз соны 7-8 жылдан бері қарай осымен тұрақты селбесіп отырғаннан кейін белгілі ғой. 16 марка, 17-ші марканың өзі бәрі, әрбір шығарған марканың бар тауардың бәрі қит болып сатылып жатса, ол бекер дүние емес емес, халықтың ол ақымақ емес қой, ол жақсы дүниені алады әрине. Барлықтарыңыз сұлулана беріңіздер, күннен-күнге көркейе беріңіздер, кәсіптеріңіз жалқысын, дамысын, сұлу болыңыздар, бақытты болыңыздар. Жақсы біздің ардақты оқырмандар, көрермендер, бүгінгі тақырыбымызды негіз жағынан өздеріңіз білдіңіздер. Осындай сұлулық саласындағы керемет төңкеріс маска арқылы жасаруға, ажым түсудің алдын алуға болады. Керемет дүние жаңадан келіп жатыр Қазақстан базарына. Ал бұның екі түрлі мәселе, бірі жаңадан базар ашылды. Көптеген сауда орайы бар. Әр жерде қыз-келіншектер осының дүкенін ашуға, интернетте сатуға болады. Бұны интернеттен табасыздар. Әсіресе осы TikTokта көбірек таныстырылып жатыр. Екіншісі, осы жақсы өнім болғаннан кейін, бұл енді екі жағы бар ғой, әр қандай дүниенің ақ қарасы деген секілді.
осындай жақсы дүниенің көлеңкесінде ақша тапқысы келетін алаяқтар кейбір жақтарына осының жалған соны ұқсатылмалы еліктемел түрлерін шығарып халық шатастырып жүрген жағдай бар. Енді жаңа Атила ханымның келіп отырғанында халық алданып қалмаса екен деп шырпыр болып жүрген сол осы алса да жақсысын алса екен оригиналын алып пайдаланса екен дейді де. Өйткені бұның жаңағы дәл осыған ұқса айырмай қаласы да бір қарағанда тек қана маркасының ғана жазуы болмаса қалған жері осы 99% ұқсайтындай реңіне шегім құтысына шегім үлкен кішілігі тіпті ішіндегі ана кілегейінің түсіне шегім ұқсайтындай осындай ұқсатылмалы жасаған. Оның өзі бұл тауардың қит болып тұрғандығының ақша табатындығының жақсылығының белгісі. Әйтпесе жақсы жаман дүниеге адам еліктемейді ғой, жақсылыққа еліктейді. Міне осының өзі жарнама, осының өзі реклама. Бұйырса рахмет, сіздің де табысыңыз еселей берсін, халыққа осындай жақсы дүние сұлулығына және қыз келіншектердің қаншама жандардың кәсіптенуіне үлкен орай беріп жол ашып отырсыз. Ырысыңыз тассын, бұйырса несібеңіз молайсын. Рахмет сіздерге. Біздің осы шығарып отырған шығарылым ұнап жатса жалғап таратыңыздар басқаларға. Сонымен бірге жаңағы басында айтқан нөмірге хабарласып, осыны ішкерлей білу керек болып жатса, біз осы Атила ханыммен болмаса осы жердегі бас орынменен сіздерді байланыстырып қоямыз. Атила ханым осы Қазақстан базарына енді келіп жатыр. Сондықтан да мұның орайы өте көп. Сау саламет болыңыздар.